Tamam, жағдаят тапсырмалы пирамиданың барлығы сен біттік. Просто жағдаят тапсырмалармен ойнауымыз керек. Жағдаят тапсырмаларды кейін неғып алайық. Пирамиданы воскресенье субботада бүтіп қойдық қой кәдімгідей. Енді мынандай ғой, пирамида оңай сабақ емес ол негізі. Просто сен әбден жаттықтың ғой уже. Сен практически 100 есептің бір 80%-ін қазір ауызша шығарамыз ғой біз оны. Иә. Мысалы осы тақырыптың бәрін шығарып болғаннан кейін тест тапсырып дайындалып жатқанда көресің, сен вообще-то практически бәрін ауызша шығарасың оның. Өйткені соған дағдыланып жатырмыз ғой. А реально бұл қиын есеп бұның бәрі. Қазір біз примерно қанша есеп шығардық? Қазір санап шығайын ба мен қазір? Бестердің өзінің 31 есебі бар тұғын. Төрттердің қанша есебі бар? Төрттердікі екеу ақ екен. 33, үштер 10 екен, 43. Ойбай, кәдімгідей көп есеп шығардық қой. Bir сағаттың ішінде біз 43 есеп шығардық қазір. Притом өңшең пирамидаларды шығардық. А оны алдында еще тағы бір сағат. Оның алдаларын бөлек санап жатырмын мен. Ол қазіргі өткенімізде. Сонда өзің принципінде бүйтіп ойла. Шырағым, сен 45 минутта пирамидаға қатысы бар 3 есеп шығарасың ба, шығармайсың ба? Екіталай нәрсе ғой сабақта. Иә. Сен космический скоростьпен шығарып жатсың. Мен әдейі тез айтамын, көп жерін ауызша айтамын. Неге? Сен шығарғанда вообще сөйтіп шығаруың керек қой. Мен қазір қайтып ойлап жатырмын. Жақындап үйреніп келе жатырмық қой сіздің скоростыңызға. Жаттығасың әрине. Сондықтан ойбай ағай, пирамиданы тез етіп тастадық қой, тәліштенбей ақ қой. Қиын есептер. Просто сенің скоростың жылдамдығында. Иә. Содан ол. А қазір кез келген осы мен қазір мына сабақ біткенше интернетті ашық қоямын да, кейін сақтау үшін. Неге скрытый сақтау үшін. Менің интернетім, ютубым ашық тұр. Любой адам кіреді, талай адам кіреді. Азарлығы 5 минутқа артыққа шыдамайды ешқайсысы. Өйткені не айтып жатқанымызды вообще түсінбейді ешкім. Түсінбейді, иә. Өмірінде өйтіп шығарып көрмегендер ғой. Өмірінде бір рет болсын сөйтіп шығарып көрмегендер. Вообще түсінбейді. Узаны оқып жатқан кезде қарайтын ғой, не шығарып жатыр деп. Үйбә дейтін да, сосын площадьте чай ішуге кетіп қалатын. Әшейін бір әңгіме айтып отқан сияқты болмайтын, есепке қатысы жоқ қой. Кәсібіміз Рузананы мазақтау сондай еді ғой біздің. Реалите шындығында сондай ғой. Сен мысалы алдында өстіп келе жатқан уже жаттықтың болған. Сен обучишься, сен өсіп шығардың. Кез келген адам, любой адам кіреді. Мен білем ғой, талай адам кіреді, ашық тұр ғой. YouTube открытый, тегін, любой адам кіреді ғой. Бір азарлығы 5 минут отыратын шығар, 5 минуттың артқа ешкім шыдамы жетпейді. Не өтіп жатыр, не айтып, мынау математика ма мыналардың өтіп жатқан деп ешкім түсінбейді. Ал сен қазір мысалы көрдің бе, пирамиданың пәленбай есебін бір сағатта екеуміз әңгіме айтып отырып шығардық. Енді жартысынан көбісін, по-моему, қайттан шығара аласың уже. Бір екеуіне қиналып қалатын шығарсың. Бірақ бұрынғы скорость қайда, қазіргі скорость қайда? Салыстыруға да келмейді ғой.